Медресеге түсу үшін бауырлар Құраныңызды және фиқ ақида сабағынан кішкентай болса да білгеніңіз дұрысырақ болады. Сонда медресеге түскенде қиналмай оқисыз. Бірақ медреселеріміз қазір көбінесе жеңіл, аттестатыңыз болса қабылдай береді. Колледждер болып қалды ғой қазір енді. 9 медресе бар Қазақстанда, соның барлығы дерлігі колледжге айналып бара жатыр. Мен медресенің документтерін тапсырып қойдым, оны ашылуын күтіп отырмыз. Мендегі медресе Кентауда тегін оқытам деген ниетім бар. Екі түрлі медресе ашам деген ниетім бар. Біріншісі имамдарды қайта даярлау курсы. Оған жоғары жақта басшылықтан ризашылығын алып қойдым. Оған құжаттар дайындалып жатыр. Иншалла имамдарды қайта даярлау. Екінші жағы ол қарылық курсы. Жоғарыда айтып кеткенімде біздің Қазақстанда ақсап жатқан жердің біреу осы қарылық жағы екен. Сол жағын кішкентай болса да, сол тесікті кішкентай болса да бекітуге бір кірпіш болсам деген ниетім бар. Негізгі мақсатым аттестаты 5 болған азаматтарды алам. Ол бірінші орында тұрады. Және солармен тең болатын азаматтар ол 10 парадан жоғарғы білетін азаматтар. Одан кейінгілерінен емтихан барысында сөйлесеміз. 3 болған азаматтардың шанысы өте аздау болады. 2-ні айтпай ақ қойын. Коридорда оқыған жігіттерге ренжімеңіздер енді деймін. Өйткені бауырлар, түсінесіз ба, менің ол жерде оқытып атқан нәрсем бәрі ақша, қаражат. Бір баланы оқытуға шамаменен 500 мыңдай ақша кетеді деген жылына, бір балаға. 150 бала оқытсам қанша ақша кететінін есептей беріңіз. Ол менің ақшам емес, ол осындағы отырған мысалы көп осы қазақтың жайсаң жігіттері. Ол мен түріктен де арабтан да қолым созып ақша сұрап атқан жоқпын. Бір жағы принцип үшін өзіміздің қазақтың жігіттері көтереді деп. Сол үшін қарасан деген адамдарға әрдайым құба-құп қарсы аламын. Сондай жігіттер келіп қарасады шамасы жеткенше. Сол үшін сол шамасы жеткенше жігіттердің берген ақшасын ақтау үшін мен Алланың алдында да өзімнің еңбегімді ақтау үшін адамдарды таңдауыма тура келіп тұр. Түсініңіздер оны. Өйткені сол жерден шыққан жігіттер кәдімгі нағыз арлан қарылар болса деймін. Құранды сұраған кезінде ұйқысынан тұра салып, сартылдатып айтып беретін. Амал жағынан да, мінез жағынан да көңіл бөлуге әрекет жасайын деп отырмын. Жас ерекшеліктерін сол медресе ашылатын кезде айтамыз. Өйткені ол қазір белгісіз жағдайда болып тұр.